Жалпы 12 ғасырдан бастап ислам әлеміне ең көп қызмет өткен ұлттардың қатарында түрки ұлттар келеді. Соның ішінде Алтын Орда, ұлы Моғолдар империясы, соның ішінде Мамлюктар империясы, Селчуктар империясы, Осман империясы секілді үлкен алпауыт мемлекеттер келеді. Көптеген ғалымдар құқық теориясына, құқық техникаға қатысты 2500 бет кітап жазған Хусамуддин Сығнақи, Қауамаддин Алитқани, Әл-Исвижаби секілді көптеген муштахид Ханафи мазхабының белді ғалымдары осы біздің елімізден шыққан. Тіпті ислам әлеміне 4 сунниттік мазхабты шегелеп кеткен Султан Захир Рукнаддин Байбарс Аль-Бундуқдари деген үлкен мамлюк патшасы болған. Сол кісі кезінде қазіргі әйгілі ислам әлеміне белгілі Әл-Азхар университетін шиалардың, фатимилердің қолынан алып, Әхлі-сүннет уәл жамағатқа берген. Сол Әхлі-сүннет уәл жамағаттың ішінде 4 мазхабтың мінберін жасаған, 4 мазхабтың мектебін жасаған біздің ұлы бабамыз Захир Рукнаддин Бейбарс бабамыз болып есептеледі. Бабаларымыздың тіл болсын, дін болсын, мәдениет болсын, қай жағынан қарасақ да ислам дініне қосқан үлесі өте зор. Қазіргі біздің елімізде жұмыс жасап жатқан Нұр Мүбарак университеті сол бабаларымыздың Мысырға, Египетке, Таяу Шығысқа жасаған қызметінің бір қарымта сыйлығы, қарымта қызметі болып есептейміз. Тіпті